Біз бүгін мифті ертегі немесе ойдан шығарылған әңгіме деп қабылдаймыз. Бірақ ежелгі адам үшін бәрі мүлде басқаша болды. Миф шынайы болмыстың сипаттамасы еді. Адамдар Құдайдың әлемде әрекет ететініне, тарихқа араласатынына, адамдармен сөйлесетініне және тіпті адамдарға көрінетініне сенді. Құдай Абрайымға адам бейнесінде келіп, онымен бірге ас ішеді. Мұса мен Исраильдің ақсақалдары Құдайды көріп, оның алдында дастарханға отырады. Осындай оқиғалар ежелгі адам үшін аңыз емес, күнделікті өмірдің шынайы көрінісі болатын. Мифологиялық парадигма дәл осылай құрылған. Бұл жай ғана әңгіме айту тәсілі емес. Бұл Құдай адамның өмірінде үнемі қатысып тұратын дүние таным. Көне өсиет дәл осындай парадигма аясында жазылған. Келесі жолы ежелгі адам неге мифті қиял емес, ақиқат деп қабылдағанын қарастырамыз.